Баршаңызға сәлем. Бүгін YouTube асханамда отбасымның сүйікті асы жаппасай үнді мантысы, еріншектің мантысы деп аталып кеткен тағамның оп-оңай жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін жазбаны ингредиенттер бөлімінде көрсетіліп тұрған барлық көкөністерді төртбұрыштап турап аламыз. Тәтті бұрыш, картоп, сәбіз, пияз, сарымсақ, көкөністердің барлығы дайын. Енді етті де видеода көрсетілгендей майдалап төртбұрыштап турап аламыз. Етіміз де дайын. Тағамды дайындауға кірісейік. Табаға сұйық май құйып қыздырып аламыз. Етті салып майы шашырап кетпеу үшін 1-2 минут қақпағын жауып қоя тұрамыз. Ал енді етті жақсылап араластырып қуырып аламыз. Сөлі бөліне бастағанда тұзын салып араластырып қақпағын жауып баяу отта 45 минут пісіреміз. Енді бұл тағамның ең маңызды бөлігі қамырын дайындап алайық. Қамырда рецептісін алдыңғы видеода көрсеткенмін. Көрмеген болсаңыз, жоғарыда көрсетілген сілтемеге өтіп көруге болады. Рецептісі өте оңай. Ұн, су, жұмыртқа, тұз және сұйық май қосып илей саласыз. Міне қамырды жайып алдық. Енді жақсылап майлап, оқтауға орап, видеода көрсетілгендей ортасынан кесеміз. Енді өзіңізге қажет көлемде кесіп алып, мантаваркаға салып 25-30 минуттай буда пісіріп аламыз. Ет дайын болып қалды. Үстінен пияз бен сарымсақты салып қуырып аламыз. Тұзын реттейміз, қажет болса тұз қосамыз. Дәмдеуіштерін қосамыз. Сәбіз бен тәтті бұрышты салып қуырамыз. Картопты салып, үстінен ыстық суға езілген 1-2 ас қасық қызанақ пастасын құямыз. Жақсылап араластырып, табанын бетін жауып 25 минуттай баяу отта бұқтырып пісіреміз. Қамыр да дайын болды. Ал ендігі кезекте еріншектің ойлап тапқан мантысын дәл осылай үлкен тарелкаға жағалай қойып, ортасына салмасын сала салсаңыз болады. Ал все-таки ерінбесеңіз, мен видеода көрсеткенде этика-эстетиканы сақтап, барлығын жеке-жеке сәнді етіп жиып шықсаңыз да болады. Арасын жақсылап майлағандықтан көріп тұрғандарыңыздай бір-біріне жабысып қалмай жақсы пісіп шыққан. Салма дайын, оны да жеке бөлек ыдысқа салып, қалауыңызша аскөк сеуіп, пиязбен әрлеп қоямыз. Еріншек ойлап тапқан, ерінбеген адам жасап шыққан ең жеңіл, ең дәмді тағам дайын. Ас болсын.
Бұл тағамды қолмен жейді. Осылай бір жапырақша піскен қамырды ашып, ішіне салма мен бір тілім пияз салып, қытыр-қытыр етіп жеп, осы дәмді тағамды мен пісірген бе деп тамсанып жей бересіз. Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет.